Таиланд үкіметі 2018 жылдың қараша және желтоқсан айларында визалық төлемдерді жою туралы шешім қабылдады. Осылайша билік шетелдік туристерді көп тартуға ниетті. Вообще это предложение поступило от премьер-министра Таиланда. Бұл ұсыныс Таиланд премьер-министрінің тарапынан түскен. Олар осындай амалмен елге келетін туристердің ағынын ұлғайтуды жоспарлауда. Бірақ ұсыныс әзірге толық қабылданған жоқ. Әрине, виза төлемі алынса, бізге де жақсы болар еді. Қазіргі уақытта Таиландқа бару бойынша визалық төлем 2000 бат, шамамен 22 000 теңгені құрайды. Виза халықаралық әуежайларда арнайы есептегіштерде беріледі. Визаны алған адам туристік мақсаттар үшін Таиландта 15 күн тұру құқығына ие. На сегодня у нас для казахстанцев безвизовые открыты 32 страны. Бүгінгі таңда қазақстандықтар үшін 32 елге визасыз кіру мүмкіндігі бар. Әр елде өз заңдарына сәйкес туристік мақсатта тұратын белгіленген уақыт межесі бар. Белгіленген уақыт ішінде азамат өз жоспарын орындап елге қайтуы тиіс. Инновация туристердің ағынын 40 миллионға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Жыл сайын Таиландқа 38 миллион шетелдіктер келеді екен. Айта кетейік, соңғы рет осындай виза жеңілдіктері Таиландта 2016-2017 жылдары енгізілген.